Төтенше жағдай режимі жарияланған аудандар мен қалалардағы атаулы әлеуметтік көмек алушыларға мемлекеттік орындарға жүгінбей атаулы әлеуметтік көмек тағайындауға өтініш автоматты түрде ұзартылады. Қазіргі уақытта еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі нормативтік құқықтық актілерге қажетті өзгерістер енгізуде. Автоматты түрде ұзарту су тасқынынан зардап шеккен өңірлердегі атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасыларға мемлекеттік қолдауды уақытылы көрсетуге мүмкіндік береді. Көмек көрсетуге алғаш рет өтініш білдіретін азаматтар электрондық үкімет порталы арқылы жүгіне алады. 2024 жылдың 1 тоқсанында 58 мыңнан аса отбасы 7,8 миллиард теңге сомасына атаулы әлеуметтік көмек алды.